Жақсы. Дауысымды шығарып жіберейін. Мгм. Ал кеттік. Саламатсыздар ма, кеш жарық. Бүгін біз кезекті нұсқа талдауын жүргіземіз. Курсқа қатысып отқан балалар сіздерге алтыншы нұсқа деп жазып қоя беріңіздер. Ал жалпылама бұл наурыз ұбт-сында кездесетін сұрақтар. Алдағы уақытта грант ұбт-сында кездеседі. Жалпылама базалық сұрақтар. Кеттік сонымен. Бірінші сұрақ бізде 20 ғасырдың басында алаш қозғалысының қалыптасуына белсенді қатысқан тұлғаны анықтаңыз дейді. Кім болады? Ахмет Байтұрсынов. Мхм. Именно дұрыс. Алаш қозғалыс десе Ахмет Байтұрсыновты айтасыздар, басқасы келмейді мүлде. Көбісі Сәкен Сейфуллинді оқып қоюы мүмкін, иә. Сәкен Сейфуллин алаш, әрине қазақ зиялысы, бірақ ол алаш партиясында болмаған. Дұрыс айтасың. Сонда Ахмет Байтұрсыновты белгілейсің. Мен дұрыс жауаптарын жасылмен белгілеймін. енді көлбай тоғысов айтатын болсақ, көлбай тоғысовты біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, бұл 300 партиясының екінші төрағасы. Бұл социалист, бұл кеңес үкіметін қолдаған адам. Көлбай тоғысов, осылай жаттап аласыңдар. 300 партиясы кеңес үкіметін қолдаған деп. Сейфуллин, коммунистік партия, яғни бұл да социалист, бұл да кеңес үкіметін қолдаған адам. Сәкен Сейфуллин алаш партиясында болмаған. Әрине белгілі бір деңгейде алаш қайраткерлерімен связьда болған адам ғой, байланыста. Сол деңгейде жүрген адам, бірақ Сейфуллиннің бағыты басқаша. Рысқұлов тоже социалистік партия, коммунист. Сондықтан жалғыз мүшелі Ахмет Байтұрсынов келеді. Түсінікті ғой, иә, бірінші сұрақ. Иә. Жақсы, келесі. Иә. Екінші сұрақ. Қарқаралы петициясында орын алған өзекті мәселелердің бірін анықтаңыз дейді. Білесіздер ме осындай нәрсені? Жоқ. Аха. Діни Болады ма? еркіндік. Діни еркіндік Діни ағайын, еркіндік. діни еркіндік. Еркіндік. Енді қараңыздар. Діни білім беру дейді. Жоқ, Қарқаралы петициясында діни білім беруді емес, зайырлы білім беруді көздеді. Оған дейін қазақтар діни берілмеген. Қоныстандыру саясатын қолдау. Жоқ, керісінше тұр. Мына жерде назар аударасыңдар. Қолдау деген тұр. Көрдіңіздер ма? Қазіргі тесттің жалпы құрылымы басқаша. Мына оқу сауаттылығына да кейде ұқсап тұрады. Қоныстандыру саясатын қолдаған жоқ. Олар керісінше қоныстандыруды тоқтатуды қолдады. Баспасөз цензурасын енгізу дейді. Ол цензураны енгізу емес, қайта цензураны алып тастауды көздеді. Сонда жалғыз діни еркіндік мәселесі болып тұр. Яғни зайырлы қоғам деген мәселе, иә. Енді қарқаралы петициясы деген түсіндіре кетейін. Қарқаралы петициясы дегенге маңыз аударыңыздар. Бұл 1905 жылы Қарқаралы өзінде болған, яғни сол жерде қоян деген жәрмеңке бар. Кеше мен бір видео жасадым, содан көрсеңіздер. Сол қоян жәрмеңкесінде қазақ зиялылары бірігіп патша үкіметіне хат жолдайды. Оны біз петиция деп атаймыз, иә, құзыр хат. Сонда 7 мәселені көтереді. Сондай бір мәселенің бірі осы діни еркіндік беру мәселесі болады, білім беру мәселесі болады, баспасөз ашу, депутаттарды сайлау мәселесі деген болады. Қарқаралы петициясы 1905 жылы болады. Қарқаралы петициясын ұйымдастырғандар бізде Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Жақып Ақбаев және Темірғали Нұрекенұлы деген бар. Кеттік, келесі. Моғолстан мемлекетінің астанасы. Алмалық. Молодец, Алмалық болады. М. Алмалық қазіргі Алматы. Кейде Алматы деп те кездесе береді. Алмалы деп кездеседі. Енді Баласағұн мемлекеті қай елдің астанасы болды десеңіздер, Баласағұн мемлекеті бізде Қарахан мемлекетінің астанасы болды. Мен жерге Қарахан деп жазып қояйын. Суяб бізде 3 мемлекеттің астанасы болды. Батыс түрік қанатының астанасы болды. Түркеш қанатының астанасы болды. Қарлұқ қанатының астанасы болды. Ал Тараз бізде Түркеш қанатының астанасы болды. Сұлу деген қаған. Сонымен қатар Тараз Батыс Қарахан мемлекетінің астанасы болды. Мына жерге Батыс Қарахан деп жазып қоямын. Осы мысалы осы Тараз қаласына туралы сұрақ осы келе қоймайды көп жағдайда. Қай елдің астанасы болғандары келіп қалуы мүмкін. Келесі, жаңа экономикалық саясаттың енгізілуімен жекелеген адамдар жалға алды. С. Ұсақ кәсіпорындарды, дұрыс айтасың. Ұсақ кәсіпорындарды, басқасы келмейді. Жаңа экономикалық саясат, әскери коммунизм дегенді сіздерге сабақ барысында дұрыстап түсіндіріп беремін. Алдында бір шамалап түсіндіргем негізгісін. Негізі оның белгілерін түсіну керек. Келесі, Қарахан дәуіріндегі ірі оқиға.
Мгм. ислам қабылдау ма? Дұрыс. атлас Исламды шайқасының болуы қабылдауы. ма? Молодец. Қай жылы қабылдады? 960 жылы қабылдады. Иә, Киев Русьмен одақ құру Қарахан мемлекетінің емес, бұл оғыз тақырыбында айтылады. Киев Русьмен одақтасу дегенде. Атлас шайқасының болуы қай жылы еді бізде? 751. Дұрыс, молодец. 751 жылы. Бұл бізде түркеш қанат деген тақырыпта айтылады. Жібек жолының тоқтауы қай ғасырда? Кім айтылады? 17-18 ба? 16 ғасырдың басы немесе 15 Мгм. ғасырдың соңы, 16 ғасырдың басында жібек жолы тоқтады. Жібек жолының тоқтау себебін де мықты біліңіздер. Жібек жолының тоқтау себебі ұлы географиялық ашулардың нәтижесінде. Келесі алтыншы сұрақ. Парсы патшасы бірінші Дарий өз империясының солтүстік шегіндегі мемлекет атауы. Алтын қорушылар ма? Мынау болады. Соғырлықтардың сыртындағы сақтар деген болады. Жаттап алыңдар, болды, жаттан сұрақ. Келесі. Қазақ жерлерінің бір тұтастығын қалпына келтіруге орасан зор рөл атқарған зиялы қауым. В. В ағай. Жоқ. Байтұрсынов пен Ермеков болады. Мына жерде Байтұрсынов дұрыс. Түсіндің ба? Ал Жангелдин атқарды еңбекті белгілі бір деңгейде болды, ол комиссияның ішінде болған. Бірақ основной Байтұрсынов пен Ермековтің рөлі көп жоғары. Кейіннен Ермеков туралы сабақта айтып беремін. Әлімхан Ермеков қазақтың тұңғыш кәсіби математигі. Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірту жырларына арнаған жырау. Бөтей. Дұрыс, молодец, үмбетей жырау. Мынау шал киіз қазақ хандығы кезінде туған жырау деп айтылады. Енді нақты айта алмаймын, бірақ біздің тарихымызда сондай бір мысалдар айтады. Қазақ хандығы құрылып жатқан кезінде тұрған. Фильмде де көрсетеді соны. Жиенбет бізде 17 ғасырда болған. Есім хан деген ханның еңсегей бөлі Есім ханның жырауы. Қазту хан туралы екі дерек бар. Біреуі қазақ хандығының құрылуы тұсында болған жырау деп есептелінеді. Яғни алаңдалаң алаң жұрт деп еділ туралы айтқан өлеңі бар, иә. Еділден көшіп дешті қыпшаққа көшіп жатқан кезең. Кейбіреулер айтады 17 ғасырда болған деп айтады қазтуған туралы. Келесі 9-сұрақ. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің жеңіліске ұшырауына жол ашты. В. В. С болады ма? Мынау болады. Кенесары Қасымұлы 1847 жылы көтерілісте жеңіледі оқушылар. Содан кейін патша үкіметі жетісу жерін жаулап алуға мүмкіндік алады. Түсінді ма? Ал кіші жүзде хандық билік оның алдында жойылып кеткен. Кіші жүзде хандық билік мына жылы жойылды ғой, 1824 жылы, Шерғазы қайтыс болғаннан кейін. Ал мына Сібір қырғыздар жарғысы 1822 жылы болды. Келесі 10 сұрақ. 1782-1783 жылы Орал казактары кіші жүз шаруалардан көрсеткен зорлық зомбылық үшін көтеріліске шықты. Кім шықты? Сырымдатыл. Әрине Сырымдатұлы шықты. Міне, Сырымдатұлы. Сырымдатұлының көтерілісі 14 жылға созылды. 1783-тен есептейміз. 1797 жылдар аралығында болды. Қай ғасыр? 18. 18 18 ғасыр. ғасыр. Дұрыс. Кенесары Қасымұлы көтерілісі қашан? Белсенді қатыса беріңіздер, ұялмаңыздар. 1837. 37, 47 жылдар. 47. Қай ғасыр? 19 ғасырдың 19. Ортасы, иә? Немесе екінші ширегі. Келесі. Жоламан Тіленшұлының көтерілісі 1822-1825 жылдар болады. Емельян Пугачев көтерілісі 1773, 73, 1775 жылдары болады. Бұл анау Ресейдегі көтеріліс. Сырымдатұлы осы Емельян Пугачев көтерілісіне қатысқан болатын. Не осылай жаттап аласыңдар. Келесі 11 сұрақ. Контекст негізінде ұсынылған 4 жауаптан бір дұрыс жауап таңдауға орындалған тесті сұрағын береді. Контекст мұқият оқып берілген. Контекст жалпы ұзағырақ болады. Контекст қазақ АКСР туралы екен. Міне, қазақ АКСР-ның картасы тұр. Ресей шекарасы. Мына жерде Түркістан АКСР-ында тұрған.
мына түркменстан акср, өзбекский сср, қырғыз сср, қытай. Бірінші сұрақ: 1920 жылы қырғыз акср ның астанасы болып жарияланған қаланы анықтаңыз. Семей ма? Орынбор. Орынбор. Енді былай жазып беремін, қараңыздар. Орынбор 1920 мен 24-те болды. түсінікті ғой, иә? Одан кейін Қызылорда болды 1925-тен, кейде 24-тен деп те айтылады, бірақ кітап бойынша, оқулық бойынша 25-тен дей бересіздер. 29-ға дейін болды. Семей Алашорданың орталығы болды. Семей қазақ кср ның орталығы болған жоқ. Түркістан бұл аймақ, Түркістан қаласының. Енді сұрақ сіздерге: Қызылордадан кейін Астана қайсысы болды? Алматы. Түркістан болды ма? Алматы болды, иә? Алматы. Молодец. Келесі: 1920 жылы қазақ кср ның құрамының бірлігіне енген облыстар мен олардың өздерін анықтаңыз. Ал көрейік. Семей облысын мен жасылмен қоям. Қайсысы кіреді Семей облысына? Петропавл. Ай, Қарқаралы. Қарқаралы. Петропавл солтүстік қой, Семейге алыстау. Торғай облысы сарымен қоям. Ырғыз. Дұрыс, Ырғыз бар. Ажанда, Торғайдың ажанда Ырғыз деген өзен бар. Дұрыс. Ақмола облысы Петропавл. Петропавл бар. Бұл 19 ғасырмен сөйлеп тұрмыз, 20 ғасырдың басымен сөйлеп тұрмыз, оқушылар. Көрдіңіздер ма? Осылай сәйкестендіресіңдер. Міне, четкий сұрақ. Сонда қайсы жауап болды бізде? Б ма? С ма? С. Дұрыс. Келесі кеттік. 1924 жылы Ресей кеңестік большевиктік партиясының орталық комитетінің Орта Азия республикаларының ұлттық мемлекеттік межелеу туралы қаулысының негізінде қазақ кср-на берілген Сырдария облысының өзін анықтаңыз дейді. Ал Сырдария облысының өзі қайсысы? Ақмешіт па? Дұрыс, молодец, Ақмешіт. Ақмешіт. Ақмешіттің атауы қалай болып өзгерді кейін? Қызылорда. Қызылорда өсет, молодец. Лепсі бізде өзі болды. Лепсі бізде Жетісудікі болды. Жаркент бізде Жетісудікі болды. Пішпек Жетісудікі болды. Оқушылар, мына жерде А жауабы, С жауабы, Д жауабы бәрі Жетісудың уездері. Алдында түсіндіріп бердім ғой. Губерния, губерниядан кейін облыс, облыстан кейін уезд, уезден кейін болыс, болыстан кейін ауыл деп. Кеттік. Қазақ, әрі қосылып жатыр ма оқушылар? Қазақ АКСР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. 15-ші сұрақ. Молодец, Меңдешев. Міне, енді түсініп жатсыңдар, көрдіңдер ма? Меңдешев бізде сонда, міне, мына жерді қараңыздар. Мен алдында жай ғана жаза салғам. Енді мына жерден қарайсыңдар. Мынау оның қызметі. Орталық атқару комитетінің төрағасы. Сарымен қойып қойшы ма? Енді Шоқай, Түркістан автономиясының төрағасы, Түркістан автономиясының негізін қалаған. Мұхамеджан Тынышпаев, Түркістан автономиясының бірінші төрағасы, кейін Алашордаға өтіп кеткен. Сұлтанмахмұт Торайғыров бізде саясатпен көп айналысқан жоқ. Сұлтанмахмұт Торайғыров бізде ақын, 27 жасында қайтыс болған, атақты өлеңі бар, иә, Алаш туралы. Келесі, Сұлтанмахмұт Торайғыровты айтпақшы тестте кесет, Қамар сұлу деген романы бар. Келесі, 1920 жылы қазақ мемлекетіне қатысты ірі саяси оқиға. Қазақ кср-ның құрылуы. Дұрыс, молодец, қазақ кср-ның құрылуы. Уже вот міне бастарыңыз істеп жатыр. Молодец. Қазревкомның құрылуы бізде 1918. Түркістан АКСР-ның құрылуы 1917 қараша. Алаш автономиясы құрылуы 1917 желтоқсан. Қазақ АКСР 1920. Мысалы, осыны сәйкестендіріп деп қоя салады. Сонда бірінші сәйкестендіріп, бірінші құрылған бізде мынау Алаш болып тұр ғой. Желтоқсанда құрылып тұр. Түркістан болып тұр, мынау қарашада құрылады. Қарашада деп жазып қойсыз сендер. Мынау желтоқсанда құрылады. Мынау тамыз айында құрылады. Тамыз, кейде қазан деп те айтылады, оны кейін түсіндіріп беремін. Енді Санжар Асфендияров туралы контекст. Санжар Асфендияров бізде мамандығы өте сол кездегі сирек, көп қазақ бара қоймайтын мамандық болды. Бұл әскери медицина деген мамандықты бітірген. Жалпы Асфендияровтар семьясы өзі өте бай адамдар болған бұлар. Енді сол кездегі өте бай демесек те, бай қуатты адамдар болған. Бұлардың жалпы қарындасы, отбасымен медицинаға барған адамдар өздері. Бірақ Асфендияровтың бір ерекшелігі, тарихқа көп қызығады. Қазақ кср тарихы деген еңбек жазады. Өзінің тарихқа қызығушылық, тарихты көп зерттеген адам. Сондықтан екінші тарихшы деп атаймыз бұл кісіні. Келесі, Асфендияров оқыған Петербургта оқу орнын анықтаңыз дейді. Сонда қайсысы?
Әскери Әскери медициналарда медицина. деймін. Әскери медицина. Академиясы. Медицина. Орман институтын бізде кім оқиды? Әлихан Бөкейхан оқиды. Орман институтының ішінде экономика факультетімен бірге оқиды, кейіннен заңгер оқиды. Заң университетіне енді ол кездері өте көп оқыған, қазір де көп оқиды ғой. Ол кезде Жақып Ақбаев, Темірғали Нұрекенов, Ахмет Бірімжанов, Мұстафа Шоқай бәрі заң университетінде оқиды ол кездері. Санжар Асфендияров мамандығын анықтаңыз. Да. Әскери дәрігер. Әскери дәрігер. Дәрігер. Мгм. Тарихи білімдеріңізді пайдаланып Асфендияровтың жазған еңбегін анықтаңыз. Шығар. Дұрыс. Жаңа мен тарихқа байланысты деп айттым, иә, дұрыс. Қазақстан тарихы мен деректер құжаттар деген еңбегін жазады. Міне. Енді әдебиет тарихы деген еңбекті Мұхтар Әуезов жазады оқушылар. Тар жол тайғақ кешу деген роман бұл. Бұны кім жазады? Романды. Кім біледі? Білесіңдер ме? Білмейсіңдер ма? Сәкен Сейфуллин жазады бұны. Келесі, ұлы математика курс деген атақты еңбек бар. Бұны Әлімхан Ермеков деген атақты алаш зиялысы жазады, жаңа жер мәселесіне байланысты келіскен. Ұлы математика курсы. Келесі, Асфендияров қатысқан соғысты анықтаңыз. Жоқ, екінші дүниежүзілік, ол Асфендияров атылып кеткен 38 жыл. Бола ма? Бірінші дүниежүзілік соғыс болды. Енді екінші дүниежүзілік соғыстың хронологиясы 1939-45. Қай күні басталды соғыс? Бірінші қыркүйек күні басталған. Екінші Бірінші қыркүйек күні қыркүйек. аяқталған. Білесіңдер ма соны? Орыс жапон соғысы дж таңдап жатқандар, бұл сіздерге керек. 1904-1905 жылдары болады. Ресей жеңіліп қалды Жапониядан осы жолы. Бірінші дүниежүзілік соғыс 1900 қашан? Ұмытып қалдым. 14 пен 18. 14 пен 18 екен ғой. 14 пен 18. Орыс швед соғысы дүниежүзілік тарихы таңдап жатқандарға бұл 1721. Солтүстік соғысы деп аталады кейде. Келесі, тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Археология мектебінің негізін қалады ма? Жоқ. 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 Медицина институтының алғашқы ректоры ма? Иә. Иә. Қазақстанның өткені мен деректері материалдар атты тарихи еңбек жазды. Сонда 2 мен 3 болады. Иә. Бар ма сондай? Иә. Бар. Міне осындай сұрақтарды кездесіп бақылап отырсыңдар ғой, иә? Дұрыс дәйекті анықтаңыз, ретімен қойыңыз, сәйкестендіріңіз деген сұрақтар бар қазір. Жақсы. Мынау 6-шы нұсқа оқушылар. Ағай записьті топқа жібересіз бе? Чатқа жіберем, сосын ютубтан запись болады оқушылар. Все хорошо. Иә, анау менің түсіндіргендерімді сол жерден конспектлеп аласыңдар. Жақсы, бірақ до конца отырыңдар, запись болады деп шығып кетпей. Енді 7-ші нұсқа кетеді. Көрінді ма? Иә. Иә. Жақсы. Және сіздер 10-шы класстар ғой. Мына 11-ші класстың балалары қазір осыған қырылып, жазылып жатыр курсқа. Айтып жүріңіздер таныстарыңызға, 11 оқитын. Наурыз облысында кезіп жатыр осының барлығы. Бұлар ертең сіздерге 2027 жылға түлексіздер осылар. 2027 қаңтар облысы бар ғой. Қаңтар наурыз облысы, сол кезде осы сұрақтар келеді сіздерге. Соны спокойно отырып, пробныйлардан күшті бала алып отырасыздар. Қаласа, иә? Ал кеттік. Қазақстан аумағындағы жетісу казак әскерінің негізгі қызметі. Жаңа аумақтарды Ресей құрамына қосу. Дұрыс. Жаңа аумақтарды Ресей құрамына қосу. Енді казак әскері деген бізде төртеу болған. Бірінші казак әскері Орал, екінші казак әскері Орынбор, үшінші казак әскері Сібір, төртіншісі осы жетісу казак әскері. Жетісу казак әскері жетісуды, жоқ, жетісуды емес, Қоқанды, Хиуаны, Бұхараны отарлады. Өзбекстанның жерлерін отарлады. Келесі, 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақ КСР жоғары кеңесінің сессиясында қабылданды.
Ағай, қазақ КСР-ның тілдер туралы заңы. Молодец. Қазақ кср тілдері туралы заңы. Енді қарайық. Сіздер естеріңізде болса, енді 22-ші қыркүйек күні бұрын осындай тілдер туралы бір мероприятие өтетін. Бір мереке өтетін. Қазір 5-ші қыркүйекке ауысып кетті. Ахмет Байтұрсыновтың несіне қарай, туған күніне қарай. Енді мына жерде анықтайды. Мынау 84. Қазақ кср-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация. Бұл 1990 жылы қашан қабылданды? Қазір мереке ол күн. Міне 25 қазан. Біз оны республика күні деп жаттап алғанбыз, иә? Республика күні емес ол. Егемендік туралы декларацияның қабылданған күні. Қазақ кср президенті қызметін бекіту туралы заң қашан? Қазір мерекеден алынып тасталған күн. 1 желтоқсан ба? Молодец. 1 желтоқсан. Онда 25 қазанды мерекеге қосты, мынаны мерекеден неседі? Алып тастады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік туралы заң? 16 желтоқсан. 16 желтоқсан. Осы сұрақтан қателескен ғой былтыр оқушылар. Тәуелсіздік күні деп жаттап алдық дейді да. Жоқ, тәуелсіздік туралы заң қабылданады, сол күн болады да. Түсіндіңіздер ме? Келесі. Шығыс Дешті Қыпшақ, Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның барлық дерлік түркі тайпаларды алғаш рет ортақ мемлекетке бірікті. Қандай мемлекетке бірікті? Қазақ хандығы құрылуымен. Қазақ ханның құрылуымен. Қазақ хандығы 1465 құрылды. Сөйтіп Ноғай ордасы, Әбілқайыр хандығы, Моғолстанда, Сібір хандығында қазақтардың барлығы, Сібірдегі қазақтардың барлығы қазақ хандығына бірікті. Ал Моғолстан территориясы бізде Жетісуда болды. Жетісу деп қойын. Жетісу деп қойын. Ноғай ордасының территориясын жазып қойын, жерге Жайық, Еділ деп қойын. Әбілқайыр хандығы Шығыс Дешті Қыпшақ дейді. Қазақстан территориясы сияқты. Шығыс Дешті Қыпшақ. Түсінікті ма? Кетті 4-ші сұрақ. 2-ші ғасырдың ортасында Шығыс Қазақстан мен Жетісу жеріне келіп Юбан мемлекетін құрды. Ғын ба? Ғұн. Молодец, ғұн. Келесі. 19-шы ғасырдың ұлт-азаттық көтеріліс басшылары мен көтерілістер қамтыған аумақтарды сәйкестендіріңіз. Жай, мынаны өзім түсіндіріп берейін, иә? Досан Тәжұлы мен Иса Тіленбайұлы мен Жасылмен қоям. Бұлар көтерілісті Маңғыстау облысында көтеріліс жасаған. Былтырғы ұбт-да осы сұрақ қадаған көбісін. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемұлысұлы бізде Бөкей ордасында көтеріліс жасаған. Ханғали Арыстанұлы мен Дәуіт Асауұлы Торғай, Орал облыстарында көтеріліс жасаған. Сонда қай жауап болады бізде? Бір В болып тұр, иә? Д болады. Енді мен жылдарын жазып берейін. Бөкей ордасында көтеріліс 1836-38 жылы болады. Маңғыстау облысында көтеріліс 1870 жылы болады. Басқаша адайлар көтеріліс деп аталады оқушылар. Торғай, Орал облысында 1868-1869 жылдары болады. Көрдіңіздер ме? Бәрі 19 ғасыр. 1916 жылы көтеріліс барысында Торғай облысындағы арнайы құрылған мергендер бөлімін басқарды. Кім басқар? Есет Батыр. Кейкі батыр. Жаңағы. Енді Амангелді батыр бас Сардарбек болған деп айтасыздар Торғай көтерілісінде. Ал Кейкі батыр мергендерді басқарған. Екеуі де Жетісуда көтерілген. Жанғожа батыр бізде Сырдарияда көтеріліс жасаған, Сырдария бойында. Есет батыр бізде Сырдарияның төменгі ағысы Арал бойы дейді көп жағдайда. Тоже Сырдария дей бересіңдер, бірақ Арал бойы дегеннен ұстайсыңдар бұны. Түсінікті ма? Ағай, 5-ші сұрақта сіз Торғай, Орал облыстарды 1868-69 дедіңіз, бірақ 96 жазып қойыңыз, қайсысы болады? 69. Техникалық қателік қой, тездеу. Жақсы. Келесі, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақстан жауынгерлері қатысқан қиыр шығыстағы шайқас. Міне осы сұрақ былтыр қадады. Бұл оқушылар Квантун армиясында шайқас дейді, Жапонияда шайқас.
Жапонияның әскерін Квантун деп атаған. Мысалы менің атам осы Жапон соғысына қатысқан. Жапон соғысына 238 қазақстандық қатысқан. Жапония берілмей қойды ғой соғыста, білесіңдер ғой, кейін Америка бомба тастады иә үстіне. Келесі 13 ғасырдың басында моңғолдардан жеңілген тайпалар бірлестігі. Қарақтай. Жоқ, Керейіттер. керейіттер болады. Керейіттер 1203 жылы моңғолдардан жеңіледі. Наймандар 1204 жылы жеңіледі. Қарақытайлар наймандардан жеңіліп қалған, оны кейін түсіндіріп беремін, анау мемлекет тарихын өтеміз. Жазып бердім осы, оны қайтадан түсіндіремін, сол кезде түсініп аласыңдар. Келесі Саян, Алтай, жоғары Енисей аймағын мекендеген тайпаларды жаулап алған билеуші. Мөд. Ладно. Мөде, дұрыс, молодец, Абыл. Мөде. Ну, Мөде қай мемлекеттің негізін қалады? ғұн. Емес Бұл пе? мемлекетінің, иә. Оның таққа келген жылы міне, БЗБ 209 жылы таққа келді. Немесе БЗБ 3 ғасырдың соңы дейсіңдер. Хухане деген бар. Хухане мына жерде. Бірақ ол келмейді. Ол 5 ғасырдың кітабы, 5 ғасырдың кітабынан ұбт құрастырылмайды. Аттиланың өмір сүрген жылдары 400-453. Бұл батыс ғұн мемлекеті. Бұл біздің заманымыздан бұрын емес, біздің заманымыз. Мынау GG деген солтүстік ғұндар, бірақ бұл да ұбтта кездеспейді. GG-дің ұрпақтарының құрған мемлекеті бар. Алдында тестте айта алмай отырған Юбан деген мемлекет бар ғой. Сол осы GG-дің ұрпақтары барады сол мемлекет. Келесі, түркі тілін жазылған алғашқы туынды. Еңбек ғылыми. Көбілек емес пе? Құттыбүлік, молодец. Құттыбүліктің авторы кім? Жүсіп Баласағұн. Жүсіп Баласағұн өзі айтады. Менің еңбегім түркі тілдерінің ішіндегі ең алғашқы даналық кітабы дейді. Ол кезде де тіл мәселесі болған. Ол кезде еңбектердің барлығы қай тілде жазылған? 11 ғасырда. 11 ғасыр ма? Араб тілінде. Араб тілінде жазылған. Енді біздің ғұламалар, түркі ғұламалары, бізден шыққан өзіміздің ата бабаларымыз айтады. Жоқ, енді араб тілінде жазбайық еңбекті. Еңбекті өзіміздің тілімізде жазайық дейді. Ахмет Яссауи 12 ғасырда өмір сүрді, иә. Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари, кейіннен кім бар анау? Ахмет Үйгенекей деген ғалымдар шықты, өзіміздің түркі тілінде жаза бастады еңбекті. Ал Кодекс Куманикус бізде 14 ғасырда жазылған. Бұл қыпшақтардың еңбегі. Қазақшасы былай деп айтылуға болады. Құмандардың сөздігі. Қыпшақтардың сөздігі. Құман деген қыпшақтардың ішінде бір тайпа болған, соған байланысты айтылады. Кодекс Куманикустың қолжазбасы сақтаулы тұр. Қазір Венеция деген қалада Петрарка кітапханасында бір бөлігі сақтаулы тұр. Тағы бір кітапхана сақтаулы тұр. Даналық кітабы бұл Диуани Хикмет деп аталады. Бұл кімдікі? Қожа Ахмет Яссауидікі. Түркі шежіресі Әбілғазы хандікі. Контекст үйсіндерге байланысты. 11 сұрақ. Үйсіндерге қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Ал көрейік. 5 ғасырда Қытайға елші жіберді, кейін евтаиттерге бағынышты ел ретінде аталады дейді. Қате. Бірінші бас кезінде үйсіндер күшті мемлекет құрды, осы дұрыс. Мемлекет басшысы күн биден келген лауазымдыға бас уәзір Тулы болды. Осы дұрыс. Сонда 2 мен 3 болады. Кеттік келесі. Мәтінді пайдаланып, үйсіндердің Қытайға қарсы соғысында одақтас мемлекетті анықтаңыз дейді. Қанлығы. Үйсіндерге одақтас мемлекет. Қазір Қытайға қарсы соғысында одақтас мемлекет. Қазір көрейік. Жоқ, үйсін Қытайға одақтас. Мына жерде. Үйсіндер Қытаймен одақтасқан ғұндарға қарсы. Контекст оқысам түсінесіз сонда. Келесі, 4 ғасырда үйсіндер жүзжандардың қысымен қоныс аударған жерді анықтаңыз дейді. Тянь-Шань тауларына болады. Басқасы келмейді. Орталық Қазақстан үйсіндер ол жаққа келген жоқ. Орал аймағы вообще батыс Қазақстан болып кетеді, ол келмейді. Келесі, үйсін мемлекетінің құрылған аумағын анықтаңыз. Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань. Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань. Басқасы келмейді. Келесі, мәтінде тарихи білімдеріңізді пайдаланып, үйсін мемлекетінің иеліктерге бөлініп өзара соғыс жүргізген уақыт анықтаңыз дейді. Бұл қазір қарайық мәтінді. БЗБ 1 ғасыр екен.
Бар ма сондай? Бар екен. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Жақсы. Енді оқушылар осы екі нұсқаны жаттайсыңдар. Сонымен бізде қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нұсқа берілді. Біреуі қайталанбалы. Анау қайталанып кетті қалды бір сұрақ. Соны жаттайсыңдар. Содан тест аламын. Түсінікті ма? Тек Иә. 7 нұсқадан ба ағай? Иә, 7 нұсқадан. Бүкіл кіріспе ішіндегі анау алдында жазып берген мәліметтер барлығы кіретін болады соның ішіне. Жақсы. Сабақта. Жақсы. Сосын бүгін қазір енді ертең өзің қолдарың босағанда тағы да телеграмға сұрақтар салып қоямын. Барлығын ойнаңыздар. Сабақ кезінде сұраймын. Түсінікті ғой? Жақсы. Жақсы, Жақсы. онда сау болыңыздар. Давайте. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мгм.